Сәлем жақсыларым. Бүгін балақайға алмадан жасалатын ең оңай кекс дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге керегі алма, жұмыртқа, ұн, қалауыңызша корица. Алдымен 2 жұмыртқаны ысқа салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 2 алманы үккіштен өткіземіз. Жарты шай қасық корица саламыз. Корицаны салмасаңыз да болады, өз қалауыңыз. 2 ас қасық ұн салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Кекс пісіретін силиконды ыдыстарға массамызды салып шығамыз. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып аламыз. Салынған массамызды 25-30 минутта пеште пісіреміз. Дайын болғандығын таяқшамен тексеріп аламыз. Кексіміз дайын. Балақайға ас болсын. Сіздер де жасап балақайларыңызға ұсынып көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған мен Бекзат.